мен таныстырып өтейін. Бірінші мына тұрған, алдыңызда тұрған Кененбаев Серік Барманбекұлы, Қазақ Республикасының ұлттық академик, почетный академигі. Бұл академиктер өз көп емес, бекер бермейді. Ол кісінің еңбегі зор. Сондықтан осы ауыл шаруашылығы, осы институт басқарту уақытысында, осы институттың қазір бірақ институт жұмыс істеп жүр, главный консультант болып, осы сіздермен араласып. Екінші академигіміз мынау тұр, мына Елманов Қарайұлы Төлендиев деген ағамыз. Бұл кісі Қазақ Республикасының ұлттық академик, екі академик әтей алып келдім мен осында сіздерге. Бұл кісінің мына негізгі несі мына шөп, мына трав, жоңышқа, еспарсет, жаңағы соның бар, сол кісі өзі шығарған сорттарын көбісі. Өзі шығарған, ол кісі осы туралы мәлімет керек болса, тоққа сіздерге береді. Мына екі азамат Нұрсұлтан Мұсақачаев, бұл кісі мына қазір біз лабораторияны ауыстырып, жүгеріге ауыстырдық. Бұның қан қылшасында жұмыс істеген, қан қылшасында мәлімет жақсы біледі, өз жұмыс істеген түсініктеме жөнтін жақсылап түсіндіреді. Қазір мына жүгеріге ауыстырдық, жас болғаннан кейін кішкене өссін деп. Қазір жүгерінің төңірегінде бұл кісі зав лаборатория меңгерушісі. Мына қасында тұрған Қонысбек Керімтай деген ағаңыз, ол осы өмір бақы осы Қандықұлжа мазайымыз еді, Талдықорған филиалында істеді. Қандықұлжаның төңірегінде қазір өзіміздің іздесіндер ғалым, кандидат, наук. Қазір біздің өзіміздің институтта осы қызылшаның тұқымдарымен айналысады, жаңа сорттармен айналысады, технологиямен айналысады, қазіргі заманға сәйкес жұмыстарын жүргізеді. Осы негізім технолог. Ал енді мен айта кетейін деп қадым, жаңағы өздері бастады ғой. Біз осы 4 жылдың ішінде 4 завод салып жатырмыз. Ол завод деген қазір мировой стандартқа сәйкес келетін заводтар. Біз бірінші салдық, мына бидайды тазалайтын завод салдық. Қазір заводтан 5 фракция шығады. Тұқым таза шығады. Қазір бұрынғыдай емес, ана трейдсі завдывастағыдай емес, тазаланған, жақсы сорттарға сәйкес келетін тұқымда шығарамыз. Қазір біздің тұқымды Россия емес, Қырғызстан, Тәжікстан алып жатыр бізден, өзімізден сатып алып жатыр. Мен үшін үлкен қуанышты күн. Мына келесі жас буынның ауыл шаруашылығы жолдарын жатқаны көрініп тұр. Осының Севороттың айналымында жоңышқа шөбі болу керек. Әңгіме сонда. Бірыңғай қызылша екпесеңдер, ол да ертең сол бұрынғыны қайталаймыз баяғыда. Жоңышқа егу керек. Бүгінде шөп мәселесі, жем шөп мәселесі оңай емес. Оны дұрыстап суғарсаң, күтсең, дұрыстап өнім береді, аренкеп тұрады өзіңе. Керек кезінде ақшаның. Құрметті әріптестер, жаңа академик Ғалиұлы Мейірман айтып кетті ғой. Севорот керек деп. Бұл қызылша ауыспа егістікте ғана өсетін дақыл. Егер соны біз сақтамасақ, біз барлығынан айырылып қалуымыз керек. Бір жерге қызылша 3-4 жылда кейін ғана келу керек. Сонда ғана карневик, ризомания деген аурулар кішкене бізде қашып жүреді. Сонымен қазір заманауи технология, инновациялық технология, жаңадан техникалар келіп жатыр. Соны сақтауымыз керек. Бізде қазір күзде жерді жытқаннан кейін жаңағы фосфор, калийтің айшықтарын беріп жерді жыртып, содан кейін қысқа тегістеп жіберуіміз керек. Сонда ғана көктемде барынша техниканы кіргізбеуге тырысу керек поляға. Яғни раннее весеннее баранование дейді. Бір қар кетісіменен соны жасаймыз, ылғал жабу. Одан кейін север алдында қазір компактор деген машина бар, комбинатор. 4 операция жасайды. Тұқым себетін төсегіш салады. Тегістейді, арам шөпті отайды, барлығын уатады. Сондай компактордан кейін 1-2 сағаттың ішінде біз сеуіп үлгеруіміз керек. Қазіргі тракторлерде аэронавигация деген бар. Тіп-түзу сөйледі. Маркердің керегі жоқ. Спутниковый неменен антенмен істеледі. Сол технологияны сақтап көреді. Біз шет елдің тұқымын алып келген кезде, ол шет елдің тұқымы біздің условияға бейімделмеген, орысша айтқанда адаптировать етілмеген. Ол 1 жыл жақсы өнім береді. Өздеріңіз историядан естіген шығарсыздар, көрген шығарсыздар. Ал 1 жылдан кейін ар кетсе 2 жыл өнім құрайды. Неліктен? Біз тұқымды
будан дейміз қылшаның, болмаса жаңағы сорт дейміз. Біз осы условияға байланысты сорт өзі 10-15 жылда шығады. Біз біріншіден ауруға төзімдігін қалаймыз. Оның құрғақшылыққа төзімдігін қалаймыз. Мына бидайға келетін болсақ, оның зимостойкость дейді. Соның бәрін қарап, соның ішінде более устойчивый таңлап аламыз. Отбор дейді ғой. Содан барып біз сорт шығарамыз. 1 килограмм, 200, 1 килограмм 300-ге дейін береді деп айтуға болады. Түсіндіріңіз ба? Мына біреуін жұлуға болады ғой, кім? Жұлдың ба? Мына. Мынаң енді тамыры неге екі дайындау болып кетті? Мына жерде енді бір сұрақ бар. Барлық шетелдің тұқымдары, барлық тұқымдар. Бізде бір тұқымдық, көп тұқымдықта бағана айтылып жатыр ғой, мынаға семянка деп. Иә, дара дәнекті. Мына жерде бір әсерімен бұл таза дара дәнекті емес. Қос. Сол себептен басында сеуілген кезде екеуі астыңғы жағынан сүзгі береді, үстіңгі жағынан овальный өсіп толық кетеді бірден. Кей кезде болады, екі тұқым бірден түсіп кетеді. Сол кезде бір-біріне қабаттасып, екіншісі өзінің процесі өсу процесін тоқтатып қалады да, сол кезде екіншісіне түсіп қалады. Бұл жерде бірақ шет мемлекеттің тұқымдарында олар ешқашан екі қос или мынаға семян дейді, онда жібермейді. Олар арнайы өздерінің аппараттары бар, сол аппараттар арқылы өзінің кіндіктерін анықтап отырады. Сол кіндік арқылы тек дара дәнектің ғана жібереді. Бірақ бір нәрсе анық, біз өзіміздің қызылшаның тұқымын дайындамай, жылдан жылға бұл қымбаттай береді. Қараңыздар. Биыл мысалы бір пассивный единицасы 160 мың ба? Жоқ, смарт 300 ғой. Былай, ал 5 смарт 160-тан басталады. 130-160. Бірақ келесі жыл бұл 200-300-ге барады. Өйткені өздеріңіздер білесіз, соответствует доллар қымбаттай ма? Олардың өзінің логистикасы бар, әкелу бар, өздерінің мамандары бар. Бұлар жасайтын солардың бәрін қосады да үстіне. Ал біз егер бұны өзіміз жасамасақ, 3 жылдан кейін бұл кісілердің тұқымдары 500 болса да алып отырады. Өйткені қант керек. Ал егер бұл міне көрдіңіз ба? Толық жапырағында, жапырағында санасаңыздар болады. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Почти 8 қос жапырақ беріп тұр мынау. Мынауда да сондай міне. Санасаңыздар міне. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Тоже сондай. Бірақ мынаның бағана массасы айтқандай. Бір-біріне площадь енді бір погонный метрде 4, 5, 6 болу керек қой, жақсы өнім алу үшін. Бағана суточный аға айтып жатыр, суточный 3 грамм қосу үшін қатар аралығында площадь питания жетіс керек. Әрбір жерге жасаған кезде топыраққа өзінің қажетті су жерден алатын нәрсесін жеткізіп отыруымыз керек. Минерал, бағана сіз айтып отырсыз ғой, минералды бересіз, витамин бересіз. Солардың барлығы өзінің бір мөлшерінде жеткізіп отыру керек. Егер одан аз болатын болса, мынау сияқты қысылып қалады. Сіз оған әгі бидайды сияқты сплошной шөп көп алам деген ол бекер әңгіме. 100 мың растениемен мысалы 130-дан ғой, сіздер себесіздер. Оның 30-40-ын шаровка бар, культиватор бар, соған жібереміз, дұрыс па? Соған 80 мың растениенің өзінде сіздер, 80 мың негізі 1 гектарға 80 мың растение ең жақсы. 50 мың ексен. Егер қатар алғын егер соның өзінде сіздер енді средний есептеген кезде оған логиканың қажеті жоқ. Мынаның өзін сіздер 901 килограмм алған кезде 80 тонна обеспеченсіздер. Енді простой арифметика, осыны. Егер сіздер бір аға бағана айтып жатыр, изреженный посев дейді. Мына жерге себесіздер, кей кезде бір ақ жоқ болады ғой. Сол кезде өсіп кеткен кезде мынау жеке өзі қалып қояды. Бұл кезде оның ненің қызылшаның несі объем көтеріп кетеді. 1,5 килограмм 2 гектар. Бірақ салмағы беріп кетеді да, бірақ площадьқа шаққан кезде сіздер нақты өнімді аламай қаласыздар. Сол себептен қатар аралығын сақтап бағана. Бұл енді жапырақтың бір-бірінің өзі тоқсады ғой. Одан кейін қатар аралық тоқсады. Мына жерде бір шет елдің сорттарын бір не айтып кететін нәрселер, бұлардың жапырақтан мақсат өте көп болмайды. Бұлардың астыңғы аппараты жақсы жұмыс істейді. Олар белгілі мөлшерде, өйткені енді барлығында қызылшада көбінесе листовой. Баспа жұмыс істейді ғой, енді білесіздер, фотосинтез. Неғұрлым күн жақсы түседі, неғұрлым осыған гербицид шашасыздар, неғұрлым осыған бағана витамин бересіздер. Сол арқылы сіңіп отырады бірден. Кейін бұл жапырақ жұмысын өзі осы августтың 10-15-нен кейін тоқтатып алған кезде тамырға жұмыс істейді. Сөйтіп бағана бір алдында аға да айтып кетіп жатыр ғой, өзіңіздерді не саншасыздар. Көп нәрседе бір су құрған кезде жинап атады ғой енді ол. Ол мәселе ол неде емес, қалып қойған бір нелер. Су құрған кезде қанттылығы, басында қанттылық ортасына қарай жылжиды. Сөйтіп қанттылығының барлығы орта тұста толық бағана қалыптаса бастайды. Мына басындағы барлық несінің барлығын өнімдігін соған қарай жіберуге бастайды. Енді біздің де гибридтер осы сияқты тамырға, түбірге.
бір жақсы жері барлығы толығдай осылай тамырдың жер астында. Алдында сіздер кей кезде көрген шығарсыздар, гибридтер болған жартылай павловизміз. Кей кезде олар кейбір үстіңгі жағын біздің қант зауыттар түсінбей жатады да, үстіңгі жағы көгеріп кетеді, ағарып кетеді. Соған бір анда неге шығарып жатады? Стандартқа сәйкес келмейді. Мына полный павловизм. Ол сол күйінше жатады мына жерде. Мына жерде көріп тұрсыздар, в принципе ешқандай ауру жоқ. Енді бірақ айтты, көп нәрсе түсінікті. Енді бір нәрсе анық. Барлығымыз бағана тұқым жағынан болсын, ғылым жағынан болсын, дамып келе жатқан ел болғандықтан барлық нәрсені бірге алып жүрміз керек. Еш нәрседен қалып қалмауымыз керек. Бұрында айтып жатырмыз ғой, бір нәрсе істелінеді, екінші жұмыс қалып қояды кей кезде. Сол сияқты қазір әрбір технология, әрбір жақсы нәрселердің барлығын бірге бірыңғай. Бағана Сейіт Қармаға көп нәрсені айтып кетті, мен қысқаша бір түсіндіріп өтіп кетейін өзіміздің. Бағана қант қызылшасын өндірісу, ғылыми жағынан қамтамасыз ету және өсірудің замани технология элементтері. Енді элементтерін сіздер өздеріңіздер түсінесіздер. Әрбір бағанағы көп нәрсе айтылды, ауыспалы егіс туралы. Келесі слайд. Міне енді өзіңіздер өсіріп тұрғандың қант қызылшасы негізі біз бәріміз айтамыз, қызылша, тұқым шаруашылығы, тұқым деп. Негізі бәрі күтімге байланысты, кей кезде күтім болмаса, сіз ол қанша сіз тұқымды баптаңыз, оны қаншама жерден қымбатқа сатып алып келіңіз, бәрі ол жұмыс істемейді. Біріншіден, ең бастыңғы проблема ол жер жағдайынан. Сіз жерді қалай күтесіз, жердің жағдайын жасайсыз, келесі жылы посевке дейін дайындауыңыз керек ол. Күздің күнінен бастап жұмыс істейсіз, алғы дақылды қарайсыз. Келесі слайд. Мына жерде өзіңізді көп тұрсыз. Динамика, площадь 2017 мен 2024 жылғы арасындағы қант қызылшасының өнімділігі. Енді қазір бізде мынандай бір тағы бір өзгешелік болып жатыр. Біз тұқымды шет мемлекеттерден әкелеміз. Ол шет мемлекеттерден әкелеміз. Биыл бізге береді шет мемлекет. Келесі жылы береді, оның арғы жылы беруі мүмкін. Одан кейін олар өздерінің маркетингін жасайды. Әрбір жыл сайын үстеме бағасын қосады. Сол сияқты ол жүре біз негізі әрбір мемлекеттің өзінің жеке формасы, жеке тұқым шаруашылығы дамымай, ол ары қарай болашақта өздеріңіз білесіздер, ол бәрі қиын бізге қаншалықты. Келесін. Марат келсін. Міне, мына жерде өзіңізді қарап отырыңыздаршы. Біздегі келіп атқан, сіздерге келіп атқан Франция мемлекетінің қаншама гектар жерді қамтамасыз етіп отыр тұқыммен. Ол дегеніңіз 100 жылдан артық уже олардың несі бар, селекциялық жұмыстары бар. Олар сіздер айтқандай уже барлығын жолға қойып жатыр. Сізге қазіргі ең конечный потребительге не керек? Бірінші тұқым керек, екінші оған обработка жасалатын гербициді керек, үшінші күтімді қалай жасау керек, научный сопровождение дейді ғой, соға дейін олар жасалып жатыр. Олар өйткені олар өздерінің қант қызылшасын Алматы облысы мен Жамбыл облысы көбінесе қолданылатын. Өйткені ол жердегі өсі. Енді болашақта Павлодар, Петропавл қалаларында да арнайы егіп отыр. Өйткені көріп отырсыз, олардың барлық жұмыстары істеліп жатыр. Келесі. Міне енді бұл қысқаша бағана суармалы жерлерді қаншасы жылдан басылшасы өте қиын культура, өсіру. Тұқымын алу, жалпы өсіру. Екі қос, төрт нағыз қос жапыраққа шыққанға дейін әлсіз, Қай бір нәрсе болса кері әсерін тиіп тұрады. Суық болса да ыстық судың барлығын ыңғайлау үшін оның генетикасын, цитологиясын барлығын өзгертіп, қазіргі кезде шет мемлекеттердің F1 гибрид шығарып жатқан сол. Барлық қант қызылшасын өсіру ең бір қиын нәрсе. Қант қызылшасының тұқымын алудың ең басты қиындығы бұл 2 жылдық өсімдік қылмайды, гүлдемейді, фертильный емес. Бір ненің қызылшаның бойында аталық мен аналық орналаспаған. Аталығын, аналығын сіз бір үзілде қосып екеуін артандырамасаңыз, ол ұрықтанады. Кей кезде болады. Сіз оны жабасыз, ұрықтандырасыз. Сіз одан тұқым алады. Ол тұқым образовать етпейді. Өйткені қызылшаның аталығы мен аналығын кей кезде сәйкестігі келмейді. Сол себептен кей кезде екеуі бір-бірімен образовать етеді тұқымның ішінде. Осындай қиыншылықтар. Бір тұқым шығару үшін бағана ағамыз да айтып кетті, бір тұқымды гибридті жалпы
өндіріске тұқымдарға кей кезде бір қоңылыш пайда болады, аға да айтып кетті. Бірақ біз тағы бір рет айтамыз, өзіміздің тұқым болмай, біз басқа мемлекетке ол тұқым олар біз білмейміз ғой, бірінші репродукция беріп жатыр ма, екінші репродукция беріп жатыр ма, үшіншісін беріп жатыр ма. Олар қазір Ближний Европаны бір расщеплять ету үшін оны біз анықтай алмаймыз ешқашан. Гибрид екінші, үшінші жылы ол ешқашан расщепление жасамайды. Сол себептен олар бірінші репродукция береді. Osman mısın? Osman. Osman, gel. Yeni savunması da uzaksın. Hadi Allah'a saldırıp koyuyor. Gerek var. Арсен Ной. Арсен Ной. Ne bu?